Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дамды болып шығатын қаттама нан жасайтын боламыз. Жасалу жолы да өте оңай, аса қатты қиын емес. Бірінші рет жасасаңызда міндетті түрде көңіліңіздегідей шығады. Өте қатпарлы, тойымды болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, барлығын түсінесіздер. Ең алдымен осы жылы суымызға тұз қосамыз. Бұл жерде мен кішкене қасықпен қостым. Негізі ас қасықпен қосқандарыңыз жақсы. Бір жұмыртқа қосамыз. Жақсылап ұнымызды қосып, қамырымызды илейтін боламыз. Ұн әркімге әрқалай, ұныңыздың құрамына қарай, ұныңызға қарай қосасыздар. 500 немесе 600 грамм қосып, жақсылап орташа қамыр етіп илеп аласыздар. Июн қандырып, жақсылап илеп болған соң, 2 бөлікке бөліп, тындырып қоясыздар 15 минутқа. Менің каналыма кіріп, басқа да рецептілерді көрсеңіздер болады. Каналымда көптеген тегін мастер-класстар, қазір сатылымдағы сондай өте көп рецепттер бар. Кіріп, көріп, қазақша контентті қолдап қойсаңыздар болады, және достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Енді осы 2 зуалаға бірден бөліп, бетін жауып қойып қоямыз 15 минутқа. 15 минуттан кейін ашып, тестамызды жаямыз. Екеуін де бірінші жайып аламыз. Барлығын видеода көрсеткендей жасайсыздар. Осылай бірін үстіне бірін қойып, арасына пиязыңызды шашып, көк пиязыңызды осылай істейсіздер. Және екеуден, үшеуден орайсыздар. Осылай орап аласыздар. Бір-біріне қосып, екеуден, үшеуден орайсыздар. Табаныңыздың көлеміне қарай орайсыздар. Менде жартысын пиязбен, жартысын пиязсыз етіп істедім. Сіздерде егер пиязды қаламасаңыздар, осылай істесеңіздер болады. Барлығын осылай жасап болған соң, дәл видеодағыдай етіп мен көрсеткендей жасаймыз. Осылай 2 жерінен басып, барлығын басып алған соң, пакетке салфанға салып, тоңазытқышқа бір 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минутқа қойып қоямыз. Сосын тоңазытқыштан алып, демалып болған соң жайып, қызып тұрған табамызда кішкене де май қойып пісіріп аламыз. 2 бетін орташа отта пісіретін боламыз.
комментарийге өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алда қандай рецептілер күтесіздер, сол жайында да жазып кетсеңіздер болады. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Айтгүл.